Иран бәрімізге дұшпан ел ме, әлде өркениеттің ұмыт қалған мұрагері ме? Иран тек геосаяси қақтығыстың эпицентрі емес, ол адамзат өркениетінің үнсіз ұмытылып бара жатқан ұлы тамыры. Егер сіз Иран деген сөзді естісеңіз көз алдыңызға не келеді? Санкциялар, ядролық қару, хиджаб дауы. ақш пен Израильге ашық қарсы шыққан мемлекет пе әлде? Әлде Гуглге тыйым салған, әйелге шектеу қойған, репрессиямен аты шыққан ел ме? Бірақ осы бейнелердің артында мыңжылдық мәдениет жатыр. Парсы бұл Шыңғысхан келгенге дейінгі ең дамыған жазуы, өнері, медицина, астрономия және поэзияның мекені болған. Бүгінгі Иран саяси дағдарыстармен күресіп жатқан ел. Бірақ ол мыңжылдық салт сананың, ғылым мен діннің, мәдениет пен мемлекеттіктің симбиозы. Менің арнама тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, ойларыңызды бөлісіңіздер. Ежелгі Парсы мен қазіргі Иран. Жер бетінде қанша ел өз атауын 2500 жылдан бері сақтап отыр. Иран солардың бірі. Бұрынғы аты Парсы, Персия, Дарий, Ксеркс, Куруш сияқты патшалар әлемнің 1/3 билеген. Біздің тұмар падишамен соғысқан да осы Куруш, яғни Кир. Біздің заманымызға дейін 6 ғасырда Ахменидтер империясы ежелгі Египеттен Үнді өзеніне дейінгі алып аймақты біріктірді. Ал исламнан кейін бұл өркениет дін мен мәдениетті үйлестіре отырып, ғылымның алтын ғасырын бастады. Ал 20 ғасырда 1941 жылы Шах Реза Пехлеви заманы. 53 жылы Ирандағы ақш пен Ұлыбритания ұйымдастырған мемлекеттік төңкеріс болды. Ал 1979 жылы Иран ислам төңкерісі. Шах қуылды, ақш пен арадағы көпірлер түгелімен жойылды. Елді жаңа жүйе, рухани көсем басқаратын теократиялық республика орнады. 1979 жылдан бері Иран мен ақш ашық дұшпан бір-біріне. Ақш елшілігін басып алу, Иракпен соғыс, ядролық бағдарламаға қарсы санкциялар, қатыгез режим деген айыптаулар бар. Бірақ осының бәрі ішінде бір сұрақты жасырып тұр. Батыс Ираннан қорқа ма, әлде оны түсінбей жатыр ма? Иран батыстың демократиялық моделін көшірмейді. Ол өз философиясын сақтауға тырысады, сондықтан да сыналады. Тек батыс емес, араб әлемінің өзі Иранды үнемі күдікпен қарайды. Себебі Иран шииттік держава, ал арабтар сунниттік бағытта. Бұл діни ғана емес, геосаяси да бәсеке. Қазіргі Иран қандай? 2025 жылғы халық саны 90 миллион. Халықтың 60%-дан астамы 35 жасқа дейінгі жастар. 45 жылдық санкцияға қарамастан өз спутнигін ұшырды. Мұнай экспортын жалғастырып отыр. Ядролық ғылымда таяу шығыстағы номер 1 ел. Ішкі интернет пен технологиялық бағдарламаларды дамытып келеді. Бұл қалай іске асып отыр сонда? Қатаң тәртіп, ұлттық идеология бүкіл әлем қарсы болса да, біз өз жолымызбен жүреміз деген ішкі рухтың нәтижесі. Иран қарама қайшылықтың символы. Онда әйелдер митингке шығады, бірақ бір мезетте ғылымда көш бастай алады. Иранда ақшқа тыйым салынған, бірақ жастар VPN арқылы әлеммен байланыс алады. Онда еркіндік шектеледі, бірақ шығармашылық тоқтамаған. Иран қорқыныш тудыратын емес, сабақ беретін ел. Ол мәңгілік өркениетпен уақытша оқшауланудың күресін көрсетіп отырған ел. Батыстың емес, өзінің болашағын өзі жазып жатқан ерекше мысал. Қараңғы көрінетін жүйенің ішінде де үміт пен идеяның тірі екенін дәлелдейтін бірден-бір держава. Иран бұл жау емес, ол тарихты ұмытпайтын, болашақты өз ережесімен жазғысы келетін тәуелсіз ел. Ол бізге ұнамаса да бізге міндетті түрде қажет түсінік береді. Басқаны түсіну, өзіңді кеңейту деген қағида осы жерден басталады. Мұнай, доллар, санкция. Иран экономикасы қалай өмір сүруде? Иран мұнайға бай, бірақ еркіндігі шектеулі ел. Ол экономикасын қарумен емес, табандылықпен ұстап тұр. Бүгінде әлем бойынша 40 жылдан астам үздіксіз санкцияда өмір сүріп келе жатқан бірден-бір ел осы Иран. Батыс елдері санкцияны қысым, экономикалық тұншықтыру деп түсінеді. Ал Иран бұл шектеуді шыдам мен стратегияның мектебі деп қабылдады. Ұлттық валютасы реал бұл тұрақсыз. Әлемдік банктермен жұмыс істеу бұларға тыйым салынған. Халық қымбатшылық пен жұмыссыздық қысымында өмір сүруде. Бірақ соның өзінде Иран экономикасы өмір сүруін әлі де жалғастырып қана қоймай, кейбір бағыттарда алға озып, дамып та келеді. Мұнай Иранның қазынасы әрі қаруы. Иран әлемдегі мұнай қоры бойынша алғашқы үштікке кіреді.
158 миллиард баррельден астам дәлелденген мұнай қоры бар. Табиғи газ бойынша екінші орында. Әрине Ресейден кейін. Мұнай мен газ елдің негізгі табыс көзі. Экспорттың 70% осы секторларда. Бірақ ақш пен Біріккен Ұлттар ұйымының санкциялары Иранға мұнай сатуға шектеу қойды. 2012 жылдан бастап Еуропа Иран мұнайынан толықтай бас тартты. SWIFT жүйесінен ажыратылған ел. Көптеген шетелдік компаниялар елден кетті. Бірақ Иран не істеді? Мұнайды Қытай, Үндістан, Сирия, Венесуэла сияқты достас елдері арқылы тікелей емес жасырын жолдармен сатуды үйренді. Танкер Shadow Fleet көлеңкелі танкерлер жүйесін құрды. Криптовалюта арқылы келісімдер жасауға көшті. Иран мұнайын тоқтату мүмкін емес, тек сатылу жолын күрделендіру ғана мүмкін. Иранның валютасы реал әлемдегі ең әлсіз валюталардың бірі. 2010 жылы бұл көрсеткіш $1.10 реал болған. Халықтың сатып алу қабілеті күрт төмендеген, инфляция деңгейі 45%-дан жоғары. Нан, ет, дәрі-дәрмек қара базардан да қымбат. ақш долларымен сауда заңсыз, бірақ бүкіл ел доллармен өлшейді, доллармен бағалайды. Экономиканың 30% көлеңкелі нарықта. Сонда халық қалай өмір сүріп отыр? Импорт алмастыру және үй ішіндегі өндірістер. Санкциялар жағдайында Иран 3 бағытта әрекет етті. Ол импорт алмастыру бойынша. Шетелдік тауарларды өз ішінде өндіру. Samsung'тың орнына ирандық Dena, LG'дің орнына Mahat теледидарлары. Мемлекеттік өнеркәсіп бойынша ірі зауыттар IRGC, революциялық корпустың бақылауында. Армия мен кәсіпорындар біріктірілген бір жүйеде. Инновациялық еркіндігі бар. Стартаптар, киберқауіпсіздік, криптовалюта майнингі дамып келеді. Ал жастар телеграм боттармен сауда жасап әлеммен байланысып отыр. Бұл классикалық экономика емес, бұл бейімделудің шебер үлгісі. 2024 жылғы Иран экономикасының көрінісі мынандай. Иран батысқа есігін жапты, бірақ шығысқа ашты. Қытаймен 25 жылдық стратегиялық әріптестік, мұнай, инфрақұрылым, қауіпсіздік саласында келісті. Ресеймен сауда одағы, SWIFT жүйесінің баламасы. BRICS плюс мүшелігіне ұмтылыс. Жаңа санкцияларға төзімді экономика моделі. Жаһанданудан бас тартпай, оны қайта жазуға талпыныс. Иран экономикасы бұл ашық экономика емес, бірақ ол тірі экономика. Оның коды қарыстыру, бейімделу, ішкі резервтерді іске қосу. Батыс оны күйрейді деп ойлады. Керісінше ол қайта құрылды. Санкциялар оны тығырыққа тірейді деді. Ал ол жаңа нарықтарды тапты. Миллиондаған адам шетелге кетті. Бірақ миллиондаған адам елде қалып өмір сүріп жатыр. Экономика ол тек қана ақша емес, халықтың мәдениеті, халықтың мінезінің көрінісі. Иранда сол мінез жеткілікті. Бұл бізге де үлкен сабақ. Ядролық бағдарлама қауіп пе әлде егемендік символ ма? Иран ядролық қаруға ұмтылмайды. Ол ядролық еркіндікке ұмтылады. Бұл қарудан да қауіпті идея. Иран ядролық қару жасап жатыр. Иран әлемге қауіп төндіреді. Иранға сенуге болмайды. Мұндай мәлімдемелерді соңғы 20 жылда әрбір америкалық президент, әрбір израилдық генерал айтқан. Бірақ шын мәнінде Иран әлі күнге дейін ядролық бомба жасамаған. Мына соғыстың басталу себебі де бұлар жасап болуы мүмкін, жасауға дайын дегеннен сескеніп отыр. Ойлаңыздаршы, ақш пен Израильде оларда ядролық қару бар. Ал өзінде жоқ ядролық қаруды жасаймын ау дегені үшін олар соғыс ашып, жер мен жексен еткісі келіп отыр. Әділдік қайда? Ал енді шынымен де Иран не үшін әлі ядролық қаруды жасамады? Себебі Иранның ядролық бағдарламасы тек қару емес, бұл ұлттық егемендіктің символы. Олар үшін бұл технологиялық тәуелсіздік, батыс үшін бұл тұрақсыздық және қауіп. Ал әлем үшін геосаяси отқа май құю. Ядролық бағдарламаның тарихы қайдан басталды? 1957 жылы Иран ақш пен Atoms for Peace келісімін жасайды. 1970 жылы ядролық қаруды таратпау туралы келісімге қосылады. 79 жылы Ислам революциясынан кейін батыс келісімдерді бұзады, реактор жабылады. 90 және 2000 жылдар аралығында Ресеймен жаңа реакторлар құрылысы басталады. Уран байыту жұмыстары жеделдейді. 2003 жылы батыс елдері Иранның ядролық нысандарын тексеруді талап етті. Сол кездегі нәтиже бойынша уран 3,5% деңгейге байытылған. Ал қаруға қажетті деңгей 90%-дан жоғары болу керек. Яғни Иранда әскери ядролық қару жоқ еді. Бірақ мүмкіндік бар болатын.
2015 жылы тарихи келісім жасалды. Иран мен 6 ел – ақш, Қытай, Ресей, Франция, Германия, Ұлыбритания. Уран байыту 67% деңгейінен аспау керек делінді. Атом электростанциялары бейбіт мақсатта ғана қолданылу керек деді. Ал тексеру МАГАТЭ тарапынан болады деді. Ал бұған жауап ретінде батыс санкцияларды жеңілдетуге уәде берді. Иран мұнайын еркін сата бастады. Экономикада үміт пайда болды. Бірақ 2018 жылы Дональд Трамп келісімнен бас тартты. ақш бұл жобадан бір жақты деп шығып кетті. Иранға қайтадан санкциялар енгізілді. Иран жауап ретінде уран байытуды қайта бастады. 2023 жылы уранды байыту деңгейі 60%-ға жетті. Бұл тарихи максимум. Қазіргі жағдайда Иранда 90%-ға жететін технология бар екен. Бірақ олар бұл шекті ресми түрде бұзған жоқ. Неліктен Иран ядролық қаруды әлі жасамады? Біріншіден, діни тиым. Аятолла Хаменеи ядролық қару харам деп жариялаған. Екінші, геосаяси салдары. Израиль мен ақш Иран қару жасаса, бірден соққы беруге дайын. Өздеріңіз көргендей Дональд Трамп Иранның ядролық қаруы бір аптада дайын болады екен деп Израильге бұйрық берді. Израиль шабуыл жасады. Соғыс басталды. Және бейбіт мақсатта, яғни медициналық изотоптар, ядролық энергия, технологиялық даму. Келіссөз картасы бойынша ядролық мүмкіндік Иранның дипломатиялық күш құралы болатын. Қазіргі 2025 жыл жағдай бойынша көрсеткіш мынандай. Уранды байыту деңгейі 60%-дан асқан, ал реакторлардың саны 9. Иранда бомба жоқ, бірақ бомба жасау мүмкіндігі бар екенін бүкіл әлем біледі. Бұл тікелей қауіптен де мықты құрал. Израиль Иранның ядролық бағдарламасын ұлттық қауіп деп таниды. Ғалымдарға қастандықтар жасады. Мохсен Фахризаде 2020, вирус шабуылдары, шпиондық жарылыстар, киберсоғыстар, ал Иран жауабын ашық емес, прокси соғыстар арқылы қайтарады. Хезболла Сирия, Ирактағы күштер арқылы тікелей соғысқа бармай, саяси қысым қолданады. Бұл ядролық емес, психологиялық және дипломатиялық соғыс. Иранның ядролық бағдарламасы бізге бір нәрсені көрсетеді. Технология тек ғылым емес, ұлттың рухани еркіндігін қорғау тәсілі болуы мүмкін. Батыс үшін бұл қауіп, Иран үшін қорған. Ал әлем үшін бұл өте қауіпті тепе-теңдік ойыны. Иранның мысалы бізге мынандай ой қалдырады. Өз болашағына сенбейтін ел өз технологиясына елі кете алмайды екен. Тәуелсіздік тек шекарамен емес, ғылыммен қорғалуы керек. Жасанды интеллект, ядролық физика, ғарыш, киберқауіпсіздік жаңа ұлттың жаңа шекарасы. Иранда президентті халық сайлайды, бірақ билікті Алла белгілейді. Себебі Иран демократия емес, теократиялы ел. Қазір әлемде саяси жүйелердің түрі бар. ақш демократия, Қытай бір партиялық социализм, Түркия президенттік республика, ал Иран ше? Иран теократиялық республика. Яғни, бұл дегеніміз мемлекеттің заңдары Құранмен және шариғатпен байланысқан. Мемлекеттің ең жоғарғы басшысы халық та емес, президент те емес, рухани көсем Әли Аятолла Хаменеи. Оны ешкім сайламайды, ол тағайындалады өмір бойына. Бұл саяси жүйе емес, бұл діни философиялық құрылым. Ирандағы саяси иерархия былай, шын билік кімнің қолында болғаны. Иранда конституция бар, сайлау өтеді, президент те бар. Бірақ лауазым бойынша жоғарғы көсем Әли Хаменеи. Ол шешуші билік. Армия, қауіпсіздік, сыртқы саясат, сот, бақ, бәрі осының бақылауында. Ал президент қазіргі Масуд Пезешкиян атқарушы билік. Бірақ бәрібір соңғы шешімді көсем бекітеді. Парламент, мәжіліс бұл заң қабылдайды, бірақ бәрі де кеңес қақпасынан өтуге мәжбүр. Қамқоршылар кеңесі барлық үміткерлерді заңдарды сүзгіден өткізеді. Шын бақылаушы орган осы. Иранда президент өзгеруі мүмкін, бірақ қазірге жүйе өзгермейді. Сонда Әли Хаменеи көсем бе, патша ма? 1989 жылдан бері Иранды басқарып келе жатқан тұлға осы Аятолла Әли Хаменеи. Ол тек дін қызметкері емес, ол саяси стратег. Армия, экономика, сот, мәдениет барлығы осы кісіге бағынышты. Әр сөзін халық бұйрықтай қабылдайды. Соңғы 30 жылда 3 президент ауысты, бірақ Хаменеи әлі орнында. Бұл тұрақтылық па, тоқырау ма, оны тарих шешеді. Алайда кеше ғана өзінің басына қауіп төнген жағдайда орнын басатын Аятолланың үшеуін
атап кетті. Әрине көп адам сол шығар деп үміттенген оның ұлы бұл тізімде жоқ екен. IRGC, яғни революциялық гвардия, Иранның көлеңкелі үкіметі. Елдегі ең ықпалды әскери және экономикалық күш. Бұлардың қолында 150 мың тұрақты сарбаз, зымыран бағдарламасы, прокси күштер, яғни Хезболла, бұлар Сириядағы бөлімшелері, күрдтерге қарсы операциялар, ірі құрылыс және мұнай компаниялары. Қысқаша айтсақ, бұл Иранның ішіндегі мемлекет. Иран халқы сайлауға барады, бірақ үміткерлердің 90%-ын қамқоршылар кеңесі өткізбеуі мүмкін. Тәуелсіз кандидаттар саяси науқан жүргізе алмайды. Цензура барлық бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіге тыйым салынған. VPN күнделікті өмірдің бөлігі. Instagram, YouTube, Telegram ресми тыйым салынған, бірақ халық қолдана береді. Бұл ирандық парадокс. Ресми тыйым, бейресми шындықпен өмір сүру. Хиджаб дауы. Әйелдің еркі мен жүйенің шегі. 2022 жыл 22 жастағы Махса Амини хиджабты дұрыс тақпаған үшін қамауға алынды. Ол тергеу кезінде қайтыс болды. Бұл оқиға Иранды дүр сілкінтті. Мыңдаған әйел хиджабты шешіп шеруге шықты. Жүздеген адам қаза тапты, мыңдағаны қамауға алынды. Бұл жай ғана киім мәселесі емес, бұл таңдау еркіндігі туралы соғыс болатын. Алайда қазір осы мәселеден кейін көптеген әйелдерге қалай тақса да өз еріктеріне берді. 2024-2025 жылдары саяси реформа басталды. Бұған үміт бар ма? Президенттікке реформистік бағыттағы Масуд Пезешкян келді. Жастар білімді, цифрлы әлемге ашық. Әйелдер әлеуметтік салада белсенді. Экономикалық дағдарыс билікке қысым түсіріп отыр. Бірақ жүйенің өзегі көсемсіз Иран хаус деген идеологияға әлі де сүйенеді. Өзгеріс іштен келмесе, ол өзгерісті сырттан күту бос үміт. Иранның саяси моделі бізге мынаны көрсетеді. Жүйе тұрақты болуы мүмкін, бірақ еркіндіксіз дамуы шектеулі. Теократия тек дінге емес, ұлттың тағдырына да әсер етеді. Егер елдің болашағын бір адамның еркі шешсе, ол ұлттың емес, режимнің болашағы. Саяси реформа болашақтың ең қауіпті, бірақ ең қажет батылдығы. Иран таяу шығыстың шахматы, прокси күштер мен геосаяси ойындар. Иран соғыс ашпайды, ол соғысты сырттай жүргізетін шебер ойыншы. Бұл 21 ғасырдың жаңа геосаясаты. Иранды көп адам агрессор көреді. Алайда ол соғыс жариялады ма? Жоқ. Бейбіт елге басып кірді ме? Жоқ. Бірақ ол әрқашан майданда. Қашанда қақтығыстың ішінде. Себебі Иран тікелей соғыс ашпай-ақ аймақты бақылауға тырысатын проксидер жобалардың көшбасшысы. Таяу шығыстағы Иранның қолы тимеген жер жоқ. Йеменде хуситтер, Ливанда Хезболла, Иракта шиит жасақтары, Сирияда Асад режимі, Палестинада Хамас. Бұл Иранның басты стратегиялық қаруы. Прокси соғыс, өзің соғыспай, өзгені соғыстыру. Прокси деген не? Прокси ағылшын тілінен аударғанда өкілі деген мағына береді. Геосаясатта бұл бір елдің екінші ел арқылы үшінші елге ықпал ету тәсілі. Яғни Иран тікелей оғатпайды. Бірақ оның ықпалымен қаруланған топтар басқа елдерде соғыс жүргізіп жатады. Бұл арзан, тиімді, мойындалмайтын соғыс моделі. Ливан. Хезболла Иранның алдыңғы шебі. 1982 жылы құрылған, Израильге қарсы күреседі. Ираннан тікелей қару, ақша, дайындық алады. Бүгінде Хезболланың 100 мыңнан астам зымыраны бар. Израильдің шекарасында үнемі шиеленіс тудырып отырады. Ливандағы Иран әскері әлемдегі ең мықты прокси құрылымдардың бірі. Йемен. Хуситтер Сауд Арабиясына қысым құралы. 2015 жылы Сауд Арабиямен бастаған коалициямен соғыс басталды. Иран хуситтерді қаруландырады, оқытады. Хуситтер дронмен Сауд Арабия мұнай инфрақұрылымына шабуыл жасады. Қытайдың ортаға түсуімен 2023 жылы Иран мен Сауд Арабия бейбіт келісімге келді. Бірақ сенім толық орнаған жоқ. Йемен Иран мен Сауд Арабиясындағы діни, саяси, аймақтық текетірестің сахнасы. Сирия. Асад режимінің тірегі. Азаматтық соғыс басталғанда батыс Асадты құлатпақ болды. Иран оған қаржы, кеңесші, сарбаз жіберді. Ирансыз Асад бүгінгі күнге дейін билікте болмас еді. Иран Сирия арқылы Ливанға, жерорта теңізіне жол ашып отыр. Өткенде Сирияда Асад режимі құлағанда,
Башар Асадтың Ресейге қашып кеткені, ал Ресейдің дәл қазіргі уақытта Иранға көмектесеміз деп отқанын осыдан ақ білуге болады. Бұл геосаяси дәлізді ұстап қалудың үздік стратегиясы. Ирак шынайы басшылық өзінде ме, жоқ әлде Тегеранда ма? 2023 жылы ақш Саддам режимін құлатқанда Иран бірде-бір оқ атқан жоқ. Бірақ кейін Ирак парламентінде, үкіметінде, армиясында ираншыл күштер белең алды. Шиит қарулы топтары Иранға адал. ақштың Ирактағы базаларына жиі шабуыл жасайды. ақш соғыс ашты, Иран ықпал орнатты. Иран прокси моделі бұл мемлекетке не береді? Әскери шығын азаяды, сарбаз жібермейді, артық әуре болмайды. Халықаралық айыптан қашады, біз емес деп айта салады. Қауіпсіздік белдеуі түзіледі. Таяу шығыстың әр нүктесінде Иранның өз адамы, өз нүктелері бар деген сөз. Саяси сауда мүмкіндігі туады. Келіссөздерде күш ретінде осы топтарды қолданады. ақш пен Израилдің көзқарасы. Израил үшін Иран номер бірінші жау. ақш үшін Иран терроризмді қолдаушы мемлекет. 2020 жылы ақш Иранның генералы Хасем Сүлейманиді Бағдатта дронмен өлтірді. Ол IRGC-дің Құдыс күштерінің жетекшісі болатын. Бұл оқиға Иранның прокси жүйесін әлсіретпеді, керісінше күшейтті. Сүлейманидің өлімі прокси жүйенің шын мәнінде қандай қуатты екенін дәлелдеді. Дәл қазіргі жағдай бойынша мына аймақтарда мына прокси күштер осындай мақсатта жұмыс жасап жатыр. Иранның геосаяси стратегиясы бізге мынаны дәлелдейді. Бүгінгі соғыс тек қана танкпен, пулеметпен, зымыранмен жүрмейді. Қазіргі майдан идеология, сенім, өкілдік арқылы жүреді. Кім прокси жүйесін басқарса, сол аймақты басқарады. Иран дәл осы жаңа заманауи шахматта өз орнын ойып тұрып алды. Ол соғыс ашпайды, бірақ соғысты тоқтатпайды да. Себебі бұл ашық майдан емес, бұл көлеңкелі ықпалдың күресі. 2024-2025 жылдары Иран мен Израил арасындағы шиеленіс тарихтағы ең қауіпті деңгейге жетті. Екі тарапта әскери жаттығуларын көбейтті. Бірнеше мәрте дрон және зымыран шабуылдары болды. Прокси күштерді іске қосты. Әлемдік бақ таяу шығыс үлкен соғыстың табалдырығында тұр деп дабыл қаққан. Бұл жай әскери дау емес, бұл идеологиялық майдан. Бірі еврей мемлекеті, екіншісі ислам революциясының символы. Екеуі де өзін аймақтағы тарихи миссия иесі ретінде көреді. Шиеленістің басталу себептері: Газа және Хамас. 2023 жылы Хамас Израилге қарсы бұрын соңды болмаған шабуыл жасады. Израил жауап ретінде Газа секторын толық қоршауға алып, әскери операция бастады. Иран Хамасты ашық қолдады. Израил бұл шабуылды Иран қаржыландырды деп мәлімдеді. Иран ресми түрде қатыспаса да прокси жүйесі арқылы белсенді қатысып отыр. Хезболла мен солтүстік Израил. Ливанда орналасқан Иран қолдайтын Хезболла 2024 жылдың соңынан бастап Израил шекарасына зымыран атқылауын күшейтті. Израилдің солтүстік қалаларында мектептер мен ауруханалар жабылды. Израил Ливанмен соғысамыз деп ультиматум қойды. Егер Хезболла мен Израил арасындағы толыққанды соғыс басталса, Иран міндетті түрде араласады. Сирия Иранның әскери базасы. Израил 2024-25 жылдары Сириядағы 30-дан астам нысанға әуе соққысын жасады. Бұл нысандар Иранның логистикалық желісі, қару сақтау орындары. Тегеран бұған жауапсыз қалдырмаймыз деп мәлімдеді. 2025 жылдың көктемінде Иран Сирия арқылы Израилге дрон шабуылын жасады. Сирия тікелей соғыс емес, бірақ тікелей әсер ететін үлкен аймақ. 2025 жылы Иран мен Израил арасындағы оқиғалардың тізбегі мынандай. Қаңтар, Иран прокси күштері Иракта ақш базасына шабуыл жасады. Ақпанда Израил Сирияда Иранның генералының көзін жойды. Наурызда Хезболла 500 зымыранмен Израилге соққы берді. Сәуірде Иран алғаш рет өзінің аумағынан дрон ұшырды. Мамырда Израил Тегерандағы әскери мекемелерге кибер шабуыл жасады. Маусымда Израил соғысты бастады. Соғысқа әлемдік реакция мынандай. ақш Израилді ашық қолдайды, бірақ Иранмен тікелей соғыстан өздері қашады. Еуроодақ қос тарапты сабырға шақырады, бірақ нақты механизмсіз. Қытай Иранмен стратегиялық серіктес, бірақ бейтарап мәлімдемелерімен шектеліп келеді.
Ресей Иранмен одақтас, бірақ Израильмен тікелей қақтығысты қаламайды. Яғни, бұл үлкен соғысқа артық ешкім араша түсе алмайды. Бұл жай әскери конфликт емес, бұл әлемдегі екі түрлі көзқарастың қақтығысы. Бірі өзінің құдай таңдаған халық деп есептейтін Израиль, ал екіншісі ислам революциясының әділеттің жалғыз жолы деп есептейтін Иран. Бірі технологиямен, екіншісі идеологиямен ұрады. Бірақ соңында екеуі де өз халқына обал жасап, соғыс отына тастап отыр. Бейбітшілік әлсіздердің таңдауы емес, ол даналардың шешімі. Ал Иран мен Израильдің болашағы тек зымыранмен емес, тарихты түсініп, болашақты таңдауға дайын ұрпақтың қолында. Маусымның 13-інде басталған соғыс бізге екі нәрсені айқындап көрсетті. Жаңа соғыстың форматы тікелей емес, гибридтік, интеллектуалды, дрондар мен кибер шабуылдар арқылы жүргізіледі. Моральдық цензура да бар. Дәріханалар мен ауруханаға жасалған соққы бұл қақтығыстың ерекшелігі. Өйткені саяси мақсаттар мұнда адам өміріне әдейі қауіп төндіруде. Болашақтағы Иран оқшаулану ма әлде қайта өрлеу ме? Иран тек өткеннің елі емес, ол болашаққа басқа жолмен жетуге талпынып жатқан өркениет. 45 жылдан астам уақыт бойы Иран әлемнен оқшауланды. Санкциялар, геосаяси текетірестер, ішкі шектеулер, дүниежүзілік нарықтан алыстату. Бірақ шын мәнінде Иран толық оқшауланған жоқ. Ол жай ғана басқа жолмен жүріп келеді. Классикалық даму жолын емес, қарсыласуға негізделген өзіндік жолды таңдады. Сонда бұл жол оларды қайда апарады? Бірінші, ішкі реформаға сұраныс өсіп келеді. Иран халқы жасарып барады. Басында айтқанымыздай, халықтың 60%-ы 35 жасқа дейінгі жастар буыны. Бұл буын смартфонмен өскен, VPN-ді қолданатын, әлем жаңалықтарынан тыс қалмаған, барлығынан хабардар буын. Олар ғылымға құштар. Олар діннен емес, шындық пен әділеттіліктен тірегіздейді. Олар Тегерандағы емес, әлемдегі трендпен өмір сүреді. 2022-23 жылдардағы хиджабқа қарсы митинг бұның алғашқы сигналы. Жастар қазіргі діни биліктен шынымен де шаршап кеткен. Режим ауысса да, Израиль қанша бомбаласа да, ертесі күні тірліктерін ары қарай жалғастырып, заманнан қалмай, жаңа өркениетті өгейсінбей, дами беретін жаңа қоғам тұр. Санкцияға қарсы экономика моделі қалыптасып келеді. Иран соңғы жылдары мынандай стратегияларды іске қосты. Жергілікті өндіріс, тұрмыстық техникадан бастап автокөлікке дейін өзіміз өндіреміз. Криптовалюта санкцияны айналып өту тетігі ретінде. Көлеңкелі экспорт бұлар мұнай, газ, металл арқылы. Шығысқа бетбұрыс. Қытай, Ресей, Үндістанмен тығыз әріптестік. 2023 жылы Иран БРИКС плюс форматында мүшелікке шақырылды. 2024 жылы Ресеймен сауда көлемі рекордтық деңгейге жетті. Бұл долларсыздану мен жаңа геоэкономикалық блоктың мүмкіндігі. Технологиялық өрлеу тыныш революция. Көп елдер Иранды артта қалған деп есептейді. Бірақ ядролық физикада таяу шығыстағы номер бірінші ел. Кибер қауіпсіздік әлемдегі үздік ондыққа кіреді. Жасанды интеллектке арналған университеттік бағдарламалардың саны да артып өсуде. Спутник технологиясы дамуда. 2024 жылы Нұр 3 әскери спутнигі орбитаға шығарылды. Иран цифрлы болашақтан тыс қалған жоқ. Ол оған жабық күйде жайлап келіп жатыр. Білім жасырын күш. Иран университеттері шариғат пен ғылымды қатар үйретеді. Тегеран университеті, Шариф технологиялық институты әлемдік рейтингте STEM саласындағы түлектер саны жыл сайын артып келеді, нәтижелері де көрінуде. Әйелдер жоғары білім алуда белсенді. Білімді жастар елден кетуге емес, елді өзгертуге ұмтылуда. Бұл революция емес, эволюция. Болашақта Иранның саясаты ашыла ма, әлде одан да қатая түсе ме? Иранның болашағы мына екі сценарийдің біріне қарайды. Бірінші сценарий бойынша ашылу. Ішкі реформалар, саяси жұмсару, батыспен жаңа келісімдер, санкцияның тоқтауы, экономикалық серпіліс, аймақтық интеграция. Екінші сценарий қатаю. Қосымша цензура, прокси соғыстардың күшеюі, Қытай мен Ресейге толық тәуелділік, жаңа ядролық шиеленіс, халықтың наразылығының күшеюі. Қай бағытта болатыны Иран халқы мен оның элитасының таңдауына байланысты. Иран бізге ұқсайтын ел. Ол да өз жолын іздейді. Ол да ескі мен жаңаның арасында. Ол да еркіндік пен тәртіптің тепе-теңдігін таба алмай жүр. Бірақ Ираннан үйренетін бір нәрсе бар. Кез келген қысым
егер дұрыс стратегиямен қарсы тұрсаң, сені әлсіретпейді, шыңдайды екен. Санкциялар оқшаулау емес, басқа да мүмкіндікке айналудың мүмкіндігі. Оқшаулану еркіндікке ұмтылудың түрткісі болуы мүмкін. Басқалар бұрылған жолмен жүру кейде өз бағытыңды табудың жалғыз жолы. Қорыта келгенде, Иран бізге жау емес. Ол күресіп жатқан ел. Ол өркениеттің көлеңкесінде қалған жоқ, өз сәулесін іздеп келеді. Және сол жолда біз де бір нәрсені түсінуіміз керек. Қарсы болу әлсіздік емес. Түсінуге ұмтылу нағыз күш. Иран бізге не үйретеді деген сұрақ біздің болашағымызды анықтайтын сұрақ. Қадірлі қажет жандар, құрметті көрермендер, соғыстың аурасына, жаңа тактикалар мен қару-жарақтың сұмдық деңгейде дамып жатқанына қарап, біз аузымызды ашып, шошқа тағалап, ай қарап, жұлдыз санап жататын уақыт емес екенін көріп отырмыз. Ядролық қарулар бір ел мен бір елдің арасындағы ғана жағдайды емес, бүкіл әлемге тікелей әсер етеді. Сондықтан білімді болайық, жаңа заманауи мүмкіндіктерді меңгерейік. Жақсы каналдарды, жақсы контенттерді, пайдалы ақпараттарды көбірек көріңіздер. Менің арнама тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, ойларыңызды бөлісіңіздер. Ең жақсы ойға қонымды, ақылға алымды, жақсы комментарий жазған кісіге біздің қажет курстар топтамасын сыйға береміз.